2024 жылғы бірінші матчта Барыс, буллиттер сериясында Локомотивтен басым түсіп, жеңістер сериясын 4 матчқа дейін ұзартты. Медициналық себептер бойынша кездесуді Батырлан Мұратов пен Понтус Оберг өткізіп алды. Ойынға Дмитрий Гурков, Всеволод Логвин және Эмиль Нұрғалиев қатысты. Кездесудің 8-ші минутында есепшотты иелері ашты. Александр Полунин Барыс ойыншыларының ауысымдағы қателігін бақылап, жақын жекпе-жекте Эдвард Паскуалені жеңді. Біраз уақыттан кейін Сергей Елесин Локомотивтің артықшылығын нығайтқан тамаша лақтыру позициясында болды. Барыс сегменттің соңында жауап берді. Энтони Камара Иван Бочаровтан серпіліс жасап, 7-ші жекпе-жекте қатарынан гол соғып, қазақстандық команданың жаңа рекордын орнатты. 2-ші 20 минуттың басында Дэвид Скленичка да өзінің нәтижелі сериясын ұзартты. Астаналықтардың 90-шы нөмірі көк сызықтағы шайбаны ұстап алып, 2-ші рет жергілікті жұртшылықты ренжітті. Ал сегменттің пердесінің астында Джозеф ЛаБейт матчта алғаш рет қонақтарды ыңғайсыз қолмен лақтырды. Ярославцев қарсы шабуылға нүкте қойған Александр Волковты ойынға қайтарды. Энтони Камара көпшілікті жүзеге асыра отырып, дубль жасады. Бірақ соңғы сиренаға дейін астаналықтар жеңіс есебін сақтамады. Рушан Рафиков ойынды ауыртпалықсыз қалған овертаймға ауыстырды. Ал буллиттер сериясында дәлірек айтқанда Барыс болды. Евгений Рымарев жеңіс шайбасының авторы болды. 5 қаңтарда Челябинскідегі Олег Балякиннің шәкірттері трактормен ойнайды.